Аха, на Сейфуллин жолбарысты крупный планмен алындашы, бір камерадан. Бір камераға кішкентай болып тұр. Жарайды. Тау баласы тауға қарай өседі дейді. Тауға біз құдыққа қарай өскен өтін, бойы шамалы бір түрлі екен. Полный жарық бендер. Ай-яй, асыланым, ғашықтың салды мәнім, жұлдызға қол созғандай өтемін бе жаным. Ай-яй, асыланым, ғашықтың салды мәнім, жұлдызға қол созғандай өтемін бе жаным. Ай-яй, асыланым, ғашықтың салды мәнім, жұлдызға қол созғандай өтемін бе жаным. Ай-яй, асыланым, ғашықтың салды мәнім, жұлдызға қол созғандай өтемін бе жаным. Бәрекелді, міне аналарымызға, аруларымызға арналған тамаша ән болатын, шын жүрекпен айтқан ән шын жүрекке жетеді дейді жалпы. Ал келесі кешімізді одан әрі жалғастырады. Қалдырыңыз, жақсы. Бізде Бозбалаев деген топ едік қой. Қандай? Бозбалаев. Бозбалаев. Жас өмір. Жастық шақ өмір, тағдыр туралы ғой. Ойбай, жап-жас болып немене тағдыр сендерде? Жоқ, жігіттер, сіздер енді қазір бұл бағдарламада сценарийде жоқ едіңдер, қайдан біліп қойдыңдар деген ойымды. Енді жастардікі қазір, болашақ жастарда дейді ғой. Иә, дәл солай. Не ән айтпақсыңдар сендер мына түрлеріңмен? Не біле кілең үстел? Енді мамашка, ромашка дейді ғой сонда. Не? Мамашка, ромашка дейді ғой сонда. Не ромашка деген? Қыздар ғой. Дұрыстап айтсаңдаршы, кәдімгідей аналарымызға, аруларымызға 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне бір әндеріміз барады деп кәдімгі қазақ тілімен сөйлесіңдерші. Немене оны? Мамашка, ромашка деген. Жақсы, енді болашақ жастардікі дейді. Жастардың әнін бір тыңдайық бүгінгі мерекелік кеште. Шын жүректен. Қазір сен өзгеменсің, жүрегім қиналды. Кешір деген сөздер ауызыма жиналды. Көрдім сені көшеден, мөлден өзгермепсің. Сенімдімін әлі де, сен маған келесің. Жасым 15-те болса да көп қиындық көрдім. Сен өзгеге кетсең де оғанда мен көндім. Ей адамдар, махаббатты қолмен өлтірмеңдер. Менің көрген азабымды көрмеңдер. Көздерің сөздерің қат, сен өзгердің, соны білесің бе? Күнде де түнде де тыңда, тек үндемей енесің, түсін бе? Қатемді түсіндім, сен мені түсінбей жүре бересің бе? Үйленіп әлі де бақытты боламыз дегенін есімде. Альбина жаным, туған күнің мен жаным. 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 Тоқтат, өшір. Неме шапалақ ұрып атсыздар? Осыны ән деп түсіңдер ма? Альбина жаным, туған күнің мен, есімде, көсімде, берінде, анжеде, менжеде деген. Тез-тез түсінсін дегеніміз о? Айналайын бір қыздардың жүректері нәзік болып келеді ғой. Сендердің жүректерінен шықса да, қыздарға бір нәзік, әдем әндер орындау керек. Егер білмесеңіздер, сұрасаңдаршы, мен қазір сіздерге әдемі бір маман шақырайын, әнші, композитор, аранжировщик Ринат Гайсин. Қарсы алыңыздар. Қош келдің, Ринат. Қош келдің. Ринат, мына жастар өздері бір топ құрып, қазір осындай топтар толып кетті енді бар ғой. Репертуарында бір-екі әндері бар, болды. Өздерін жұлдыз жазып алған мына жердің барлығы. Өлең сөздерін жазып алған ойды, ұмытып қала бергесін. Сондықтан да бұларға қазір бір үйретейікші енді, өзіміз көрсетейік, жалпы қыздарға қандай әндер орындау керек екен. Тыңдаңыздар. Көктемде көктем қыздар қызғалдақтай жайнаған. Көктемде көктем қыздар бұлбұл құстар сайраған. Сүйсем ерін қандыратын, жүрегімді жандырат, қыздар өмір базарын. Айым күнім аспаным деп, махаббатым дастаным деп, ақындар жыр жазады.